Құран оқудың әдептері. Әлемдердің раббысы болған Алланы әр түрлі кемшілік атаулыдан пәктеп, оған мақтаулар мен мадақтар болсын. Алланың ең соңғы әрі ең сүйікті елшісі пайғамбарымыз Мұхаммедке Алланың сәлемі мен салауаты болсын. Алланың кәләмі болған Құран адам баласын екі дүниеде де бақытқа жеткізетін, тура жолды көрсетуші, ақ пен қараны ажыратушы қасиетті кітап. Құран оқу немесе Құран жаттау үлкен сауап екені белгілі, алайда Құран оқыған кезде әдепке мән берген жөн. Себебі Құран оқу Алламен байланыстыратын амал болып табылады. Оған құрметпен қарап, өз әдебімен қарым-қатынас жасағанымыз дұрыс. Бірінші, Құран оқыған кезде дәретпен оқу. Құран оқитын кісінің дәретті болуы мұстахаб амал. Құран оқу Алланы зікір етудің ең абзалы. Екінші, ықыласпен оқу. Құран оқушы адам ниетінде Алла разылығы үшін деп оқу тиіс. Қандай ғибадат болса да ықылас талап етіледі. Амалдардың қабыл болуы үшін көп болуы емес, сапалы болуы шарт. Құранда қайсыларың жақсырақ амал істейтіндіктеріңді білу үшін ол өлім мен өмірді жаратты. Ол аса ұлық, кешірімді дейді. Үшінші, Құран оқуды бастамас алдын тіс тазалығына мән беру керек. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі мен салауаты болсын былай дейді: пенде намазда тұрған кезде, Құран оқыған кезде, періште оған жақындайды. Ол Құранды оқыған сайын ол өте жақын ауызға қарай келеді. Ауыздан шыққан әрбір нәрсе оның ішіне енеді, сондықтан да ауызды месуакпен тазалап тап-таза күйінде ұстаған дұрыс. Төртінші, құбылаға қарап оқу. Құран оқушыға құбылаға бетін бұрып, байсалдылықпен отырып оқу абзал болып табылады. Бесінші, Құран оқылатын жердің таза болуы керек. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі мен салауаты болсын, тазалық иманның жартысы дейді. Тазалық Аллаға ұнамды іс-әрекеттің бірі болып табылады. Құран оқушы адам Алламен байланыста болатындықтан ол жерде таза болу керек. Алтыншы, үлкен дәретсіздіктен таза болу керек. Яғни хайыз, нифас, жүніп болмау шарт. Пайғамбарымыз оған Алланың сәлемі мен салауаты болсын, хайыз және жүніп адам Құраннан бір үзікте оқи алмайды деген. Жетінші, Құранды Алланың атымен бастау. Әғузу мен бисмилләні айту. Сегізінші, Құран оқыған кезде аяттардың мағынасына ой жүгірту. Алла тағала біз саған осынау мүбәрәк кітапта оның аяттарына терең ой жүгіртсін және ақыл иелері одан үлгі-өнеге алсын деп түсірдік деген. Тоғызыншы, сүйеніп немесе жатып оқымау. Олай жасау Құранға құрметсіздік болады. Оныншы, тәкаппарланып отыруға болмайды. Мәселен, үлкен кісілердің алдында шалқайып жатпаймыз, немесе қалай болса солай отыра салмағанымыз сияқты, Құран оқығанда да жинақы отыру керек. 11-ші, әйел кісілер басына жаулық жабуы керек. Видеомызды жалғастырмас бұрын маңызды хабарландыру. Қадірлі де құрметті көрермендер, ең жақсы дұғалар қайда десек, әрине, бұл Құрандағы дұғалар. Сондықтан сіздер үшін арнайы жинақталған Құрандағы 40 дұға электронды кітапшасы сатылымда. Кітапшада ризық, береке, кешірім сұрау, иман байлығы және тағы да басқа тақырыпта дұғалар бар. Бағасы 50% жеңілдікпен бар болғаны 1000 теңге. Қолжетімді, арзан бағада алып үлгеріңіз. Сонымен қатар әр сатып алушыға сыйлыққа 5 керемет электронды кітапша беріледі. Олар пайғамбарлар дұғалары, кешірім сұрау дұғалары, мыңдаған сауабы бар 6 салауат, ризық арттырудың 15 жолы мен ризық пен береке туралы 25 дұға. Асығыңыз, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз, экранда көрсетілген нөмірге жеңілдік сөзін жазыңыз да, төлем жасап электронды кітапшаларды бірден алыңыз. Құран кәрім Алла тағаланың сөзі. Құран құндылығы еш ескірмейтін кітап. Құран бүкіл заман үшін, бүкіл адам баласы үшін жарамды қағидаттар мен құндылықтарға толы қасиетті кітап. Құран оқушы көп сауапқа кенеліп, барынша пайда алуды қаласа, онда Алла елшісінің келтірген бірнеше келесідей ережелеріне көңіл қою керек. Бірінші сүннет Құран оқудың алдында дәрет алу. Құранда Уақиға сүресінің 79-шы аятында Алла тағала былай дейді: оны тап-таза болғандар ғана ұстайды. Құранды дәретсіз ұстауға болмайды. Екінші сүннет оқу көлемі. Айша анамыздың айтуынша пайғамбарымыз Құранды 3 күнде оқып болатын. Имам Бадруддин әл-Айни былай деген: бұл хадистің мәні мынада: 3 күннен аз уақытта Құранды оқып болатын адам Құран оқудан алар дүниелерді жіберіп алады. Демек, Құран оқығанда асықпау керек, өйткені асығып оқу оны дұрыс оқуға әрі аяттардың мәнін байыбына жете түсінуге кедергі келтіреді. Үшінші сүннет дауыстап әдемі дауыспен оқу. Құранды әдемі дауыспен оқыған жөн.
Айша анамыздың келтіргені бойынша Алла елшісі былай деген: кімде-кім Құранды қиналып, бірақ ынтамен оқитын болса, 2 есе сауап алады. Сондай-ақ басқа хадисте, кімде-кім Құранды оқығанда әрбір дыбысын анық та айқын, әдемі дауыспен оқымаса, ол бізден емес деп те айтылған. 4-ші сүннет сәждеге жығылу. Қасиетті Құрандағы 14 аятты оқу барысында сәжде жасау керек. Мысалы, сәжде сүресінің 15-ші аятында былай айтылған: шын мәнінде аяттарымызға өздеріне үгіт берілген кезде сәждеге жығылып, Раббыларын мақтап пәктейді. Сондай-ақ тәкаппарланбай иман келтіреді. 5-ші сүннет аяттарды оқуда дұға жасау және Алланы еске алу. Хузайфа әл-Ямани: бір күні мен Алла елшісімен бірге құлшылық еттім. Ол Бақара сүресін оқи бастады да, рахымшылық сөзі бар аятты оқып болмай жатып, Алладан рахым тіледі. Алланың жазалауы бар аятты оқып болмай жатып, одан сақтауын сұрады. Және Алла бәрінен де артық деген сөздері бар аятты оқып болмай жатып, Субханалла деді деген. 6-шы сүннет әртүрлі тәсілмен оқу. Бір күні Алла елшісі өзінің 3 сахабасының қасынан өтіп бара жатып, үшеуінің Құранды әртүрлі оқып отырғандарын байқап қалады. Содан үнсіз Құран оқып отырған Әбу Бәкірге жақындап, неге бұлай оқып отырғанын сұрайды. Сонда Әбу Бәкір: шындығында, мен сыйынатын мені естиді дейді. Пайғамбарымыз Омарға жақындап келіп, оның бұлай оқу мәнісін сұрайды. Сонда ол: ұйықтап жатқандарды оятып, шайтандарды қуамын дейді. Пайғамбарымыз Біләл әл-Хабашиге жақындап келсе, оның бір сүренің бірнеше аятын оқып отырып, тағы басқа сүренің аяттарын қатар оқып отырғанын көреді. Одан бұлай оқуының мәнісін сұрағанда, Біләл: мен үздіктерді үздіктермен араластырамын деп жауап берген екен. Сонда пайғамбарымыз оларға: әрқайсың да ең жақсы тәсілмен дұрыс оқыдыңдар деп айтқан екен. Егер адам Құран оқи алмайтын болса, онда ол оны тыңдау арқылы да сауапқа кенеле алады. Өйткені Алла елшісі бұған қатысты бір хадисінде былай деген: кімде-кім Алланың кітабынан аят тыңдайтын болса, ол оған қиямет күні нұр болады. Міне, құрметті көрермендер, Құран оқуда әрбір мұсылманның білуі тиіс осындай 6 сүннет бар екен. Сөз соңында баршамызға тілейтініміз, Алла тағала Құранға деген сүйіспеншілігімізді арттыруға көмектесіп, және өзінің кітабынан оқылған, не тыңдалған әрбір әріпті бізге сауаптан жазсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.